Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, қазір сіздер ақша шақыру техникасыменен бөлісетін боламын. Бұл ақша шақыру техникасы әр айда жасасаңыз да болады, немесе бір айда жасап, басқа кезде жасамасаңыз да болады. Бұның эффекті 3-4 айға кетеді. Негізі для профилактики әр айда жасасаңыз болады. Бұл техниканы тек растущая лунада жасайсыңыз, ай өсіп келатқанда жасайсыңыз. Жаңа ай туады, жаңа ай туғаннан кейін растущая луна басталады. Сол уақытта, сол кезеңде жасасаңыз болады. 3 күні подряд жасайсыңыз. Мысалы, далаға шығасыңыз, далаға шықсаңыз, немесе балконға терезені ашып, ол аспанда ай көрініп тұру керек, кәдімгі жаз өсіп келе жатырған ай көрініп тұру керек. Айға қарап, мына дұғаны 3 рет оқисыңыз. 3 рет оқисыңыз. Ул айым бәрекет шу вет нузиим әл. Атыңыз деген жерге атыңызды айтасыңыз, немесе күйеуіңізге жасасаңыз, күйеуіңіздің аты, қызыңыздың, балаңыздың атын айтасыңыз да. Рузим нурит аль шудит әмин деп 3 рет айтасыңыз да. Болды, осыдан кейін еш нәрсе жасамайсыңыз. Сосын ертесі күн тағы сыртқа шығып, частный дом болса дворға шығып, болмаса терезені ашып, әйтеуір ай көрініп тұру керек. Сол дұғаны тағы 3 рет оқисыңыз. Егер де бұлт немесе тағы бір нелерден ай көрінбей тұрса, онда ол күні пропустить етіп, ертесі күні оқисыңыз. Ол уже 2-ші күн болып саналады. Ол кезде ай көрініп тұру керек, міндетті түрде айға қарап оқисыңыз. Дұғаны прямо соткіден оқуыңызға болады, немесе бір бетке көшіріп алып оқысаңыз болады. 3 рет жасайсыңыз. Болды достар, содан кейін эффектін көре бастайсыңыз. Сізге әр жақтан ақша келе бастайды. Жасай алмай жүрген жұмыстарыңыз шешімі табылып жақсы, барлығы жақсы болып, тек ақша келе бастайды. Эффектін міндетті түрде көресіңіз. Профилактика үшін әр растущая лунада жасасаңыз болады. Достар, сәттілік. Бұл техниканы өзіңіздің күйеуіңізге, жолдасыңызға, жақындарыңызға барлығына жасауға болады. Сәттілік достар.